Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін керемет ажурный блинчик жасаймыз. Соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Алда осындай видеоларды көретін болсаңыздар, маған тіркеліп қойыңыздар. Құрамына керекті заттарға ең алдымен осылай ыдысымызды дайындап аламыз және 2 жұмыртқаны саламыз. 4 қасық қант салдым. Одан кейін шым-шым тұз саламыз. Қанты ерігенше араластырып аласыздар. 200 грамм сүт құятын боламыз. Әрі қарай 200 грамм ұн саламыз. Асықпай осылай аз-аздан саласыздар. Сол кезде комочек бола қоймайды. Достар, міне біздің блинчигіміз дайын болып қалды. Әрі қарай 3 қасық осындай шемішке май қостым. Сосын міндетті түрде тағы да мұқият араластырып аламыз. 200 грамм ыстық су құямыз, араластырып отырып. Барлығы осындай бір қалыпты түрге енгенше араластырып аламыз. Блинчик жасайтын ыдысымызды қыздырып, шемішке майды жағып жібереміз. Бір шөміш құйып, жан-жағына тигізіп саламыз. Құрметті достар, міне біздің ажурный блинчигіміз дайын болды. Менде примерно 10-12-15 штук аралығында шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.